Салеметсізбе, құрметті көрермендер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Жасап жатқан контентім ұнап жатса, лайк басып, коммент қалдырып, маған қолдау көрсетіп қойсаңыздар болады. Сонымен, жоғарыда көрсетілген кітаптың 8-9 беттеріндегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Technology. Бүгінгі тақырып vocabulary everyday objects. Күнделікті қолданатын заттарымыз жайлы айтатын боламыз. Exercise 1. A. Mobile phone. B. Tickets. C. Bus pass. D. Wally. E. Clothes. F. MP3 player. G. Money. H. Keys. I. ID cards. And G. Bag. Бірінші тапсырма аяқталды. Exercise 2. Бос орындарға керекті сөзді алып қоюымыз керекпіз. Number 1. Have you got a computer at home? Yes, I use my dad's laptop. Number 2. What's the time? I don't know. I haven't got a watch. Number 3. My sister keeps her money in a purse. I can't find my keys. They are on a blue purse. Number 5. It's sunny today. I'm going to wear sunglasses. Number 6. I've got some gold and silver jewelry, but I don't wear it to school. Number 7. My grandma has a pretty face and she doesn't wear makeup. Екінші жаттығу аяқталды. Үшінші жаттығу. Exercise 3. 9 бетке қараңыздар. Анкета берілген. Сол анкетаны орындау арқылы қандай екеніңізді білуге болады. Егер B таңдауы көп болатын болса, онда you are sensible. Разумный. You remember the past, but you think about the future too. Сіз бұрынғы өткеніңізді ойлайсыз, бірақ сонымен қатар келешекті де ойлап жүресіз. Mostly C. Егер C таңдауы көбірек болатын болса, you're trendy. Онда сіз мода болайсыз. You only think about the future, the past is just a memory. Болашақты көп ойлайсыз, өткен шақ ол жай ғана өткен шақ. Exercise 4. 4-ші жаттығуда досыңызбен бірге осындай анкета жазып шығасыз. Сұрақтар. Енді Exercise 5. 5-ші жаттығу. Анкетаға қарап отырып, 5 сөйлем құрап шығасыз. Өзіңіз жайлы досыңызбен әңгіме ретінде. Мысал ретінде, I have got an old mobile phone. I'm not trendy. I have a big collections of purse or collections of boxes or collections of bus tickets, so on. And I have got a lot of photo on my phone, or I haven't got a lot of photo on my phone. I have got new clothes. I like new clothes. It's very trendy. Trendy is my life. And the last one is exercise 6, activate. Бұл жерде өздеріңіз жайлы бір-бірлеріңізге сұрақ қойып, диалог жасау керек болады. Жаңылмен бүгінгі сабақ аяқталды. Барынша пайдалы болды деген үміттемін. Келесі кездескенше.